Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бұл видеода мен сіздерге Kraken связкасын басынан аяғына дейін көрсететін боламын. Алдыңғы видео сабақта сіздер Krakenді қалай тіркелу керек екенін көрген боларсыздар, иә? Жалпы бұл сабақта связканы басынан аяғына дейін, яғни қай банкпен жіберу керек, қалай жіберу керек деген сияқты айтып өтетін боламын. Және де одан алдын мен сіздерге қазір айтатын сөзім түсініксіздеу болуы мүмкін, сондықтан да осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Kraken связкасы жалпы қазір мен видеода көрсеткенмін, ол жерде тек қана Forte банкпен ғана қалай жіберу керек екенін көрсеткенмін. Және де приложение арқылы қалай жіберуге болатын А точкасынан Я точкасына шейін көрсеткен былайша айтқанда. Тура солай жасайсыздар, бірақ қазір Forte банкпен өкінішке орай ақша жіберілмейді. Енді әрине кейбір өңірлерде жіберу мүмкін. Бұл свип период деген жалпы бір жерде жіберсе, бір жерде жібермейді. Неге? Өйткені оның тексеретін контрольный валютчиктары әртүрлі болады. Яғни Астананікі бір бөлек, Алматынікі бір бөлек, Қызылорданікі бір бөлек деген сияқты жалпы әртүрлі болып келеді. Сондықтан да сіздер мысалға бұны негізі басында біз БЦК банкпен де ақша жіберетін едік Krakenге. Оны бізде Алматы, Астана бойынша жауып тастады. Одан кейін Қызылордадан да бөлек ауылдық жерлерде жіберіп жүруші еді. Атырау жақтарда бір жіберіп жүргенін білетін, жалпы солай жіберіп жүруге болатын еді. Қазір БЦК банкпен мүлдем жіберуге болмайды. Енді кейбір елдерде может быть өзіңіздің тұрғылықты жеріңізде жіберіп көрсеңіз болады. Біреулер енді Семейден көріп жатыр, Өскеменнен, солтүстіктен, оңтүстіктен көріп жатыр деген сияқты. Әркім әртүрлі көру керек. Яғни тек қана бір банк емес, Жусан банкпен жіберіп көруге болады. БЦК мен, Forte мен, тағы да халық деп айтпаймын, бірақ Freedom банкпен жіберіп көруге болады деген сияқты. Жалпы осы банктердің барлығымен осы свип периодты жіберіп көруге болады. Ал именно свип периодты қалай жіберу керек екенін мен Forte банк арқылы көрсетіп кеткем. Ол жерде тек қана приложение арқылы, но десе де тура соған ұқсас қылып сіздер банкке барып, не болмаса сол банковское приложение арқылы жібере аласыздар. Бірақ та мысалға БЦК банкте сіздер бір-ақ рет айына жібере аласыздар банковское приложение арқылы. БЦК-мен жасайтын болсаңыздар, основной барып отделениеге барып жіберу керек болады. Именно отделениеге барған кезде сіздерге не айту керек, иә? Жалпы осындай Kraken биржасына ақша жіберемін. Ол жерде көп жағдайда менеджерлар оны түсінбейді. Олармен былайша айтқанда қатты түсіндіріп бірдеңке айтудың қажеті жоқ. Сіздер оларға барасыздар, реквизитті көрсетесіздер. То есть сосын ол жерде сіздерден сұрайды, қандай назначениемен жібересің деген сияқты. Сол кезде сіздер айтасыздар, медпомощь дейсіздер ма, лишний ақша десеңіздер де болады. Біреулер медпомощь десеңіздер жібер жібереді, а біреулер наоборот лишний ақша, өзімнің ақшам десеңіз тоже жібер жібереді. Сол сияқты ол жердегі менеджерлар әртүрлі болады. Сізге самый главный жіберткіз жібергені керек болды. Барып айтасыздар, осы шотқа жіберіп беріңізші, болды. И солай сөйлессеңіздер. Біреулер жібермейміз деген сияқты не істейді, онда сіздер келесі отделениеге барып жіберіп көрсеңіздер болады. Ақша главный жіберсе, ол ары қарай уже заңды түрде кетеді. Ол жерде бір заңсыз бір нәрсе болды деген сөз емес. Және де бір айта кететін нәрсе, жалпы ол жерде жаңағыдай менеджерлардың дұрыс түсінбеуіне байланысты сіздерге жаңа жіберіп бермейміз деп айтады. Ол жерде одан басқа еш нәрсе жоқ. Так негізі жібере беруге болады. Және де ол шотқа не үшін ақша жіберткізбейді дейтін болсақ, валютный контроль. Яғни криптовалютаның арқасында неше түрлі алаяқтар пайда болып жатыр и ақшалар шетелге кетіп жатыр. Не үшін кетіп жатыр деген сұрақ. Мысалға, именно осындай нәрселердің арқасында осы шотқа көп ақша кетіп жатыр. Значит, сол шотқа былайша айтқанда күмән бар деген сөз. Яғни сол Krakenнің шоты негізі ол Қазақстан бойынша біреу болады, тек қана ол жерде өздеріңіздің былай ссылкаларыңыз болады. Сол ссылка арқылы, яғни аккаунттарыңыз ғой, сіздердің жеке кабинеттеріңіз, жеке кошелектарыңыз. Бірақ сіздердің ақшаларыңыз сол бір шотқа барып түседі, яғни Krakenнің шотына, Kraken компаниясының шотына барып түседі. Яғни сол шотқа, например, Алматы қаласынан, Алматы облысынан жалпы көптеген адамдар сол шотқа жібере бергеннен кейін бір банк, и ол шотты алады да валютный контроль блокқа қойып қояды. Яғни ол Алматының территориясында ғана блокта тұр деген сөз.
Сондықтан да әркімге әрқалай. Жалпы мен мына видеоны түсіріп жатқан себебім де сол. Бұдан да басқа неше түрлі связкалардың барлығын сіздерге салып өтемін толықтай. Вообще Қазақстанда қандай связка бар и алдағы уақытта қандай связкалар шығуы мүмкін, мен сіздерге оның барлығын салып беремін. Бірақ сіздер сол нәрсені түсінуіңіз керек. Яғни әркімнің отырған жеріне байланысты. Алдағы уақытта мысалы біреулердің Өзбекстанда танысы болады, алдағы уақытта біреулердің Турцияда отырып мені көріп отырады, например, сол қолындағы связкаларды жасайды деген сияқты. Біреуге әрине пайдасы тиюі мүмкін, біреуге мүлдем пайдасы тимеуі мүмкін бұл видеолардың. Бірақ десе де мен барлығын тегін беріп жатырмын. Жалпы бұл курстар, шынымен де бұл курстар осы 300-400-1 миллионға дейін дәл осы курстар сатылып жатыр. Сондықтан да көп созбай осы Кракен связкасын толықтай көріп шықсаңыздар болады.